қанша еркек ақша табады? Сен үшін қанша ең потолоктың потологы? Иногда, например, 500 мың теңге еркекке потолок болады. Иногда 5 миллион потолок болады, иногда 50 миллион потолок болады, иногда 500 миллион потолок болады, иногда 5 миллион доллар потолок болады, да? Вот потолокты іздеп жүрген жігіттер, мына видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Мен қазір сіздерге прям мықты лайфхакпен бөлісіп кететін боламын. Қараңыздар, әр адамның қолынан, әр еркектің қолынан келеді бұндай табысқа жету, ол мүмкін, да? Просто мына жақта коэффициент полезного действия жұмыс жасайды. Енді мына қараңыздар, давайте мынандай ситуацияны разберем. Не имеет значения санасанға, не имеет значения миссияға, да? Оны попозже мен тағы да айтатын боламын. Допустим, тот же, допустим, еркек, там 9-дық, миссия 3, одинаковый екі еркек болады, да? Тура сондай миссиямен. Біреусі грузчик, ол табады 300 мың теңге, или өліп талып, например, табады ол 500 мың теңге. А тура сондай еркек 50 миллион айына табады. Бұл жақта не жұмыс жасап тұр? Бұл жақта оның басының жұмыс жасаған. То есть развитие сознания дейді ғой. Біздің санамыз настолько өсет, настолько біз білімдіміз, соншама біз ақша табамыз. Бұл жақта это уже не обсуждается. Но иногда болады ғой. Сен білімдісің, университет біттің, оны мен санап отырған жоқпын. Университет, институт, академия, оны санап отырған жоқпын, да? Бұлай ғой, қараңыздар, бүгінгі таңда интернет өте дамыған. Бүгінгі таңда YouTube, мысалы там TikTok дамыған. Сіздер білесіздер ма, что бірақ қана түсірілген Reels 10 миллион просмотр жинауы мүмкін. Даже мен қазір сіздерге мына как мысал ретінде айтамын, да? Бір жас бала бар. Айына YouTube'тан сенің өмір бақи жұмыс жасағаныңда сен олай ақша таба алмайсың, да? Ол айына YouTube'тан там 10 миллион ба сондай ақша табады. Прямо сол табады, да? Ол жоқ жерден шыққан бала. Не жұмыс жасады? Басы жұмыс жасап кетті. Кризисный ситуацияға түсті, и оның басы қатты жұмыс жасап кетті. А не сказать, что просто повезло. Повезло, этого не может быть. Например, онда везение деген адамның өмірінде болмайды. Бұл жақта сен санаң насколько дамиды, соншама сен ақша табасың. Поэтому, қашан сен ақша табасың, прям нормально, қашан сен ақша табасың. Қараңыздар, допустим, тот же грузчик, тот же водитель, тот же стоматолог. Кез келген 10x аталады. Егерде ол мына құралмен қолданса. Мынау да? Бұл қандай құрал? Бұл сотовый телефон, о жақта шұқылап отырудың қажет емес, та? Значит, не істеу керек? Жеке бренд создавать етіп, контент түсіріп бастау керек. Кез келген салада, стройкада ма, значит, сен контент түсір. Инстаграмды аш жағымды энергиямен, тиктокты аш жағымды энергиямен. Мен мысалы білмеймін, ол стройканың білмеймін ғой мен, но сен оны білесің. Значит, соның бәрін тұғыл, мобилографты жалдайсың, анаған саласың. Не обязательно оны прям кеңірдегіңді үзіп, ана стройканы жасауға, да? Но сен соны үйрет аласың ғой басқаларға. Значит, сен заказ жинай аласың ғой. Бригадамен жұмыс жасай аласың ғой. Ну, значит, сен сол арқылы бригада жинай аласың. Значит, қара, сенің өзіңнің қазір стройкада жұмыс жасап жатырсың, да? Сенің өзіңнің жұмыс жасағаныңа сен қанша ақша табасың? Мүмкін сен 500 мың теңге ақша табады. Шығарсың, да? Но егерде сен соның бәрін түгел тиктокқа, инстаграмға салып, соның бәрін масштабировать етіп, бригада жинап, 5 бригадамен жұмыс жасайтын болсаң, сен 5 миллион ақша табасың. 5 миллион ақша табасың. Просто бригадамен жұмыс жасап. Но когда сен өзің жұмыс жасаған, сен 500 мың теңге ақша табасың. Келесі, мен білем, мынандай жігіттерді, прям харизмасы мықты, галстукпен, өмір бақи жаңағы физрук болды, или там, я не знаю, физикадан сабақ берді, но оның айлығы тоже сондай ғой, енді мұғалімдердің айлығы 500 мың теңге. Но 5 миллион или 2 миллион сен қашан табасың? Когда сен соның бәрін тол, контент қылып, жеке брендқа қалыптастырып, мен оны білмеймін, математиканы сен білесің. Но значит, соны беру керек. Сене жеке бренд жасау керек. И соны айту керек, сонымен бөлісу керек адамдармен. Адамдар келе ме сенің услугаңа? Келеді. Значит, сен сол жақтан ақша табасың. Массажист обыкновенный, да?
Сен жалғыз өзің массаж жасасаң, менде бар, который табатындар, 1,5 миллион айына табады да массажистар. Но егер де сен сол массажды үйрететін болсаң, онда сен 5 миллион ақша табасың. Или 10 миллион табатын бар массажистар, который үйретеді массажға. Это же обыкновенная арифметика. Массаж үйрену үшін, қараңыздар, қанша ақша керек? Сен қанша ақша бересің? 200 мың, 300 мыңға массажды үйренеді, я? Онда сен 10 адам алатын болсаң, 300 мың теңгеден сен уже табасың 3 миллион ақша. Ну, сен 300 мың теңге таппайсың. Түсініп отырсыздар ма? О чем я? Я о развитии сознания. То есть сенің санаң насколько дамыды, соншама сен ақша табасың. Енді мен мына видеода бұны мен не айтқым келіп отыр? Бізде қазір Инстаграмның дамыған кезі, ТикТоктың дамыған кезі, Құдайдан берген сіздерде қабілет бар, просто так отырмаңыздар. Уақыт өтіп жатыр, өмір бір-ақ рет беріледі, да? И өздеріңіздің жеке брендтарыңызды дамытыңыздар. Иә, сен қиналасың, да? Мүмкін сен түсіре алмайсың. Оның бәрін түгір үйретеміз, көрсетеміз. И ладно, сен жарты ай қиналатын шығарсың, да? Но 6 айдан кейін, 2 айдан кейін сен уже нормально табыс көзіне жетесің. Поэтому міндетті түрде қарап жүрмей, қара жұмыстан шығып, жеке брендтеріңізді дамытыңыздар. Егер де сіздерге видео қызық болатын болса, онда осы видеомен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Әр адам жеке бренд дамытуға лайықты. Әр қазақ миллионер болуға лайықты.